Қазақстандағы жаңа ақша несие саясаты әлеуметтік төлемақы мөлшеріне әсерін тигізбейді. Халықтың әлжуаз топтарын әлеуметтік тұрғыда қолдауды мемлекеттік қолдау толық қуатта жүргізеді. Бұл жайында Солтүстік Қазақстан облысы жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламаларды үйлестіру басқармасының әлеуметтік норматив және әлеуметтік көмек бөлімінің жетекшісі мәлімдеді. Үстіміздегі жылы қоғамның әлжуаз топтарына әлеуметтік төлемақы жүргізуге 270 миллион теңгеден астам қаржы бөлінген. Тұрмысы нашар жандарға атаулы және тұрғын үй жәрдемақысы, балаға төленетін жәрдемақылар берілуде. Қазіргі таңда облыста 2300 аз қамтылған отбасы 47 миллион теңгеге мемлекеттің атаулы көмегін алып үлгерген. Государством особое внимание уделяется. Мемлекет тарапынан тұрмысы төмен және табысы аз жандарға көп көңіл бөлінеді. Әсіресе олар қарт адамдар, мүгедектер, көп балалы және аз қамтылған отбасылар. 18 жасқа толмаған балалары бар 5887 отбасына жалпы сомасы 75 миллион теңге мемлекеттік көмек көрсетілді. Сондай-ақ басында баспанасы жоқ 1857 жанұяда мемлекеттің қолдауын сезініп отыр.